Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі болатын республикалық онлайн семинарға қош келдіңіздер деймін. Баршаңызды су шаруашылығы мамандықтары бойынша өтіп жатқан республикалық онлайн семинарда көргеніме өте қуаныштымын. Менің аты жөнім Нұртазина Сұлқия Әбжәмиқызы. Шымкент қаласы Манап Өтебаев атындағы жоғары жаңа технологиялар колледжінің жанынан құрылған оқу әдістемелік бірлестік жөніндегі директордың орынбасары боламын. Бүгінгі семинардың тақырыбы су өмір көзі, тазарту технологиялары мен жүйелерін жетілдіру. Мақсаты су ресурстарын тиімді басқару, суды тазартудың инновациялық технологияларын талқылау және осы саладағы озық тәжірибелермен бөлісу. Бұл семинарды ұйымдастырып отырған Жетісу облысы білім басқармасының Көксу политехникалық колледжі және су шаруашылығы мамандықтары бойынша оқу әдістемелік бірлестігі. Бүгінгі қаралатын мәселелер өте өзекті, білім беру барысында пайдалануға қажетті мәліметтер деп ойлаймын. Құрметті әріптестер, семинарға қатысушылар, бүгінгі таңда су ресурстарын басқару бұл жай ғана техникалық мамандық емес. Бұл еліміздің ұлттық қауіпсіздігі мен экологиялық тұрақтылығының кепілі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев су үнемдеу технологияларын енгізу мен кадр даярлау мәселесіне ерекше назар аударып отыр. Мемлекет басшысы сонымен бірге су ресурстары және ирригация министрлігін құрып, алдымызға суды үнемдеу мен тиімді пайдалану бойынша үлкен міндеттер қойып отыр. Ал бұл міндеттерді орындайтын сапалы, заманауи білімі бар біз дайындайтын мамандар. Осы орайда біздің оқу әдістемелік бірлестігіміздің алдында үлкен жауапкершілік тұр. Әріптестер, біздер тек біздің басты мақсатымыз, міндетіміз тек сабақ беру ғана емес, сонымен қатар озық педагогикалық тәжірибелерді бірлесе игеріп, оқу үрдісіне тиімді енгізу. Бүгінгі семинарда әрқайсыңызды белсенді түрде пікір алмасуға, өзекті мәселелерді ашық талқылауға шақырамын. Бірлесе атқарған жұмыс қана жоғары нәтижеге жеткізеді. Біздің негізгі бағдарламамыз бойынша кіріспе сөз сөйлейтін Өтегенов Мұсахан Қалаубекұлы, бұл оқу әдістемелік бірлестіктің төрағасы, осы Шымкент қаласындағы Манап Өтебаев атындағы жоғары жаңа технологиялар колледжінің басшысы. Садвакасова Жайнагүл Боранбаевна, Талап коммерциялық емес акционерлік қоғамының ТЖКБ әдіснамасы және мазмұны басқармасының бас инженері. Дүйсебеков Базархан Төлегенович, Көксу политехникалық колледжінің директоры. Бірақ бұл кіріспе сөзді сөйлейтін бұл кісілердің барлығында да қазір бүгін білесіздер, дүйсенбі болғаннан кейін барлығында да жиналыс болып қалды. Сондықтан да кіріспе сөзде бұл кісілер сөйлей алмайтын болып отыр. Алғашқы сөздің кезегін Көксу политехникалық колледж директорының оқу өндіріс жөніндегі орынбасары Әлембекова Қаламқас Жұмағұловнаға берейік. Қаламқас Жұмағұловна. Қайырлы күн. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сіздерді бүгінгі оқу әдістемелік бірлестігінің кезекті отырысында көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі күндеріміз енді нәтижелі өтсін. Мен есімім Қаламқас Жұмағұлқызы, Көксу политехникалық колледжі директорының оқу өндірістік жұмысы жөніндегі орынбасарымын. Енді менің өтейін деген ниетпен қосылып отыр едім. Біздің Көксу политехникалық колледжі 1958 жылдан бастап қызмет атқарады. Колледжімізде дайындайтын мамандықтарымыздың атап өтейін, электр жабдықтары, дәнекерлеу ісі, ауыл шаруашылығын механикаландыру, тамақтандыруды ұйымдастыру, автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және пайдалану, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің тазарту құрылыстарын пайдалану және гидротехникалық мелиорация. Бұл бізде жаңадан ашылған мамандықтар. Ашылғанына 2 жыл, сумен жабдықтау бізде ашылғаны 2 жыл болды, гидротехникалық мелиорация бізде 1 жыл болды ашылғанына, және биылдан бастап
жаңа мамандықты біз жүзеге асырып жатырмыз. Ол жылыжай шаруашылығын ұйымдастыру. Колледжіміздің әлеуметтік серіктестерімен таныстырып өтейін деп едім. Біздің өңірдегі облысымыздағы үлкен мекемелермен бізде меморандум құрылған. Оның ішінде электриктердің, трактор машинистердің, автослесарлардың және аспаздар бойынша, ал гидротехникалық және су шаруашылығы мамандығы бойынша біз қазақ меморандумға отырып, қазіргі уақытта дуалды оқуды жүзеге асырып отырмыз. Бүгінгі күндеріңізге енді сәттілік тілеймін. Танысқаныма қуаныштымын. Әлі де талай іс-шараларда бас қосып, әлі де танысатынымызға сенімдімін. Сәттілік. Рахмет Қаламқас Жұмағұловна. Енді өзіміздің бағдарламамыз бойынша келесі сөз кезегін Сағынтаев Жанай Матайұлы, КБТУ және Мичиган университеттерінің профессоры, тақырыбы тасқын суды жинап, жерасты қабаттарын қайта толтыру. Жанай Матайұлы, сізге сөз кезегін береміз. Рахмет, көп рахмет. Көрініп тұр ма мен экраным? Көрініп тұр. Көрініп тұр ма? Өте жақсы, тамаша, рахмет. Көп рахмет сіздерге, уақыттарыңызға. Ал айтатыным, бастайтыным саммиттен, осы Астанада саммитке қатысып жүрмін, осы 3-4 күн болды. Осы үлкен саммит, сол туралы айтайын деген, презентацияма қосып, жаңа мына мәселе туралы, тасқын суларын жинау және жер асты сулы қабаттарын толықтыру туралы. Осы саммитті біздің президент Қасым-Жомарт Кемелевич Тоқаев Біріккен ұлттармен бірге су мәселелерін алға басайын деп атқан ойлары бар. Біріккен ұлттарда талай қиыншылықтар болып жатыр, жер жүзінде талай қиыншылықтар болып жатыр сумен. Сол туралы талай сөздер болды, ақылдасып, жер жүзінен неше түрлі эксперттер келді, сол туралы ақылдасқанбыз. Саммитта біз мына Қазақстанды су мәселелерін қолға алып, біз nature based дейді, табиғатқа қарап, суды жинап, сондай проекттерді көрсеткенбіз. Мына логосы тұр мұнда. Сол мәселе туралы әжептәуір презентация берді, саммит өте жақсы өтті. Сол арманымыз бізде мынандай. Баяғы кезде Швейцария болғанда, бәрі жер жүзі бірімен соғысып, ұрысып, бір-бірмен талай уақыт өтті ғой. Швейцария, сонда сіздер неге бізге Швейцарияға алтындарыңды, ақшаларыңды алып келіңдер, біз бәрін жинап, депозитқа қоямыз, содан кейін бізден керек болғанда, керек уақыттарында ала бересіңдер деп. Сол сияқты бізді сол жағын ойлап, су деген, су мәселе алтын сияқты болып бара жатыр қазір. Мына Иран жақтан, Пакистан жақтан қарасаңдар, су жоқ. Су жетпей жатыр. Бірақ мына Арктика жағын қарсақ, мұхит, теңіздерден мұздар еріп, бәрі де орыс жағынан көп су келіп бара жатыр. Мұхиттердің су мол болып жатыр. Сол үшін континенттен әжептәуір су кетіп бара жатыр мұхиттерге. Сол үшін біз Қазақстан жері мол, бір жағынан бізде әжептәуір көп қиыншылықтар болып жатыр. Арал болсын, Каспий болсын, Балқаш болсын, мұнай, газ компания әйтеуір көп жерден сорып жатыр. Орын деген жетіп жатыр бізде. Сол арманымыз сол, біз Швейцария сияқты суды жинайық дейміз. Сол суды жинап, тазалатып, Сингапур сияқты, Сингапур мысалы Малайзиядан суды алып, тазалатып, содан кейін ішетін суды сатады Малайзия қайтадан. Сол сияқты біз сол ойлап жүрміз, сондай проекттер дайындасақ, мына FLATMAR дейді, Flat Managed Aquifer Recharge. Егер тасқан суды жинап, жердің астына ақырындап жіберсек, су деген сіңіп, өзі кете береді, өзі фильтрация болады, содан кейін тазаланады табиғаттың топырағымен. Сол біздің ойымыз, осы проектті дайындап жатырмыз, сол туралы сөйлестік. Мына публикацияны көрсеңдер, біз әжептәуір Қазақстан тексердік. Қазақстан жер тамаша, сол неге жинағанда, несі
процесі былай оңай. Мысалы, қар бар, жаңбырдың суы бар, жинайсың, осылай кімдер, немістер, еврейлер де сөйтіп былай жасай береді, жапондар да сөйтеді. Суды жинайды, қарды жинайды бір жерге, содан кейін жаздай ол қары ереді, жаңбыры ереді, содан кейін жердің астына сіңеді, фильтрация болады, сонда арзан болады. Бізде Қазақстанға неге Хорошо. Болмаса оны мен күте беремін ғой. Неде? Жарайды, маған не беріңіз онда. Хорошо, список беріңіз онда. Қарай. түсінбедім. Бірдеке сұрақтар бар ма? Сұрақтар бар ма? Сұрақты давайте мен айтып болайын, содан кейін сұрақ қойсыңдар. Сол мысалы Алматыда неге осмосиске қарап қар, осмосис деген өте қымбат. Мысалы Астанада, Алматыда, Алатау деген жерде осмосис өте тоғы көп кетеді, сондай технология көбісін пайдаланады. Мынадай табиғатты фильтрация, сондай топырақпен фильтрация жасайды, онша көп пайдаланбайды Қазақстанда. Соны ойлап жүрміз, соған неге техниктар дайындап, осындай технология дайындау пайдалы болар еді деп ой бар. Ол бізге Қазақстанға өте пайдалы болады. Жаңа айтқандай, жеріміз өте жақсы, мындай классификациясын тексеріп, жер деген бізде мол, жер деген жетіп жатыр. Сол үшін әр Қазақстан содай пайдалану пайдасы көп болады деп ой бар. Сонда саммитте мына кісімен кездескенбіз, Майкл Кравчик деген, ол несінен Goldman Prize алған, Нобель сыйлығы сияқты, бірақ экология жағынан өте мықты ғылыми адам, өзі Словакияны әжептәуір көтерген. Словакияда талай қиыншылықтар болған, солар сондай технологияны жасаған, суды жинап, сол кісімен ақылдасып, бірге жасайық деп, жаңағы айтып жүрген қазақ, словак колледж жасап, дуалдық, мысалы Словакия, мысалы Қазақстаннан бастайды, балалар техниктар оқып, соңын Словакияға барып, өз көзімен көреді, қалай жасап отыр. Ол тез жасайтын жұмыс емес, ағаш нелерді өскетше, дайындау талай уақыт кетеді. Сол үшін ойлаған ойымыз, біз кездесіп, біріккен ұлттар ұйымдарында, офистарында кездесіп, айтпақшы, біздің логомыз, осыны көрсеткенбіз. Осыған кездесіп, мына кісі, мен өте жақсымыз, мына кісімен ақылдасып, өте жақсы жолдас болдық. Біріккен ұлттар ұйымдарында кездесіп, әжептәуір жолын берді, келістік әжептәуір. Сол Словакия мұндағы Астана саммитті әжептәуір кездесулер болды. Мына кісі Словакиядан қызығып отыр, өзі давай жасайық деп, өзі қазір біріккен ұлттарда, ұйымдарда талай қиыншылықтар бар, онша ақшалары да жоқ, жұмыстары да өтпей жатыр жөнді. Сол үшін сол ғой, біздің президент Қасым-Жомарт Кемелевич Тоқаев айтып тұр, өзіміз бәрін бірге қосып, күш жинап, сонда су мәселелерін бірге жасайық деп. Соған қарап, осы ғылыми адамдармен бірге қосылып жасайын деп жатырмыз. Біздің ойымыз мынандай, мұхиттер, теңіз деңгейі көтеріліп бара жатыр, су деген көтеріліп бара жатыр. Бірақ континентте құрлықтарда құрғау болып жатыр, кеуіп бара жатыр. Су деген бәрі де кеуіп, су деген деңізге, мұхитке кетіп бара жатыр су. Сол үшін тек қана бізде Қазақстанда емес, жер жүзінде сонда, бәрі де сонда. Сол үшін егер Қазақстанда жаңағы президент айтқан осындай проекттер дайындасақ, Қазақстан бірінші болады, жаңағы кімдер, Тайвань бар ғой, чип жасап жүреді. Сол сияқты Қазақстан ең бірінші, ең басы болады, су мәселелері, техника туралы. Бәрі де жер жүзінен бізге келеді. Соның бәрін шақырып, бізде Біріккен ұлттардың қиыншылығы, олар тек қана мысалы мұхиттен, деңізден істейтін адамдар, өздері тек қана бір форум болады. Содан кейін континент құрлықтармен істейтін адамдар өзінше болады. Сол президент айтып жүрген бәрі бірге жасайық деп жатыр. Қазақстан сол жағынан әжептәуір жұмыс істей алады. Неге Жапонияға барып еді ғой, жылы 25 жылды кімдер, Италиядан да президенттер келген, солармен ақылдасып, мына жағынан олар бізде өзен жоқ, теңіз жоқ, мұхит жоқ бізде. Италияда мына жерде жақын, біз тура ортасында. Былай бізге қарағанда, мынаны көргенде, мысалы, мына жерде тасқын су деген көп, Арктика, Қазақстан тура мына жерде.
көріп тұрсыздар ма, мына жерде тура мына жерде сол үшін мына жерге суды тасқанға жинағанға өте жақын болады. Мына жерге мысалы мына Канада, Американың қарасында ондай мүмкіншілік жоқ. Бізде мүмкіншілік көп. Былай қарағанда бізде мына нелер Каспий болсын, Арал болсын, содан кейін Балқаш болсын, қиыншылықта. Бір жағынан ол әрине жаман, бірақ басқа жағынан қарасақ, орын деген жетіп жатыр. Су жинағанға әжептәуір орын жетіп жатыр. Мына суды тасқанға алыс емес. Сол мына ой, осы туралы ақылдасқанбыз, жаңа айтып жүрген мына континенттер, құрлықтар құрғап бара жатыр, су деген мына кеуіп бара жатыр. Су деген мына жүгіріп бәрі де мына неге мұхитке, деңізге кетіп бара жатыр. Мұхит, теңіз көріп тұрсыздар ма, өсіп бара жатыр. Как раз көп қымбат қалалар судың астына кетеді. Қалай 1 триллион доллардай ақшалар кетіп бара жатыр. Сосын кімдерге Нидерланд болсын, Нью-Йорк болсын, бәріне осыны маркетинг жасаймыз, бізге ақша беріңдер деп. Бізге ақшасын береді, біз мына проектті суды жинаймыз. Сондай ойларымыз бар. Міне мысалы, соңғы мына табиғатты өзгерісі, әжептәуір мына су деген жүгіріп, жаңбыр болғанда, қар ергенде су деген неге теңізге кетіп бара жатыр. Сол үшін мына өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы да индустриальный несін жерін құртып, су деген кетіп бара жатыр неге деңізге, мұхиттарға. Сол үшін мына Словакиялар не жасады? Олар топырақ суды, су мәселелерін топырақты губка сияқты еткен. Құртындай ауыл жерде, құртындай жерлерінде, құртындай ауыл жерде мынандай топырақты губка сияқты жасаған, несін суды әр құртындай ауылдар жинаған. Бізде көбісі үлкен дамба салады ғой. Олар Словакияда тек қана құртындай, мынандай губка сияқты нелерді, осындай проекттер жасаған. Көріпсіздер бе, құртындай, бәрі де құртындай. Ауыл жердегі қарды жинап, жаңбырды жинап, бәрі Словакияда осылай жасаған. Міне мынадай құртындай табиғатқа жақын осындай нелер проекттер жасаған. Міне былай қарағанда, бізде Қазгидромет қарағанда, бізде тек қана үлкен метеорологияны жасайды. Үлкен деңізден, мұхиттен су келген, сол үлкен 10 шақты, 20 шақты, 1000 километрге қарайды. Құртындай ауыл жердегі кіші су айнамалағын онша қарамайды. Мысалы, көріп тұрсыңдар, мына құртындай үй, мысалы, егер мынандай үйді салса. Бітіре аламыз ғой не? Так, қайтадан сұрақтар бар ма? Түсінбей қалдым. Міне мынандай проекттер көріп тұрсыңдар ма? Егер баяғы кезде құртындай кеуіп қалса, бірақ баяғы кезде су бар болса, егер дұрыстап ағаштарын дұрыс салса, суға қайтып келеді. Көріп тұрсыңдар, эвапотранспирация дейді. Как раз ағаштар суды тамырмен суырып, суды қайтарады. Мына технология как раз жаңа кім айтып жүрген, мынандай құртындай станциялар, құртындай өзендер, құртындай нелерге осындай нелер словактар осылай жасайды. Міне былай бізге қарағанда Қазақстанда көбісі, мысалы, егер мынандай не болып қалса, мына жерге бір дамба салады. Словактар уже дамба салмайды. Олар мына нелерді ағашты қарайды, содан кейін былай нелерсіне құртындай канал салады. И мынандай нелерді ағашты өсіреді, и мына несін жаңа топырақты губка сияқты жасайды. Ойымыз сонда, егер табиғаттың процестерін қарап, гидрология режимдерін қайтару, табиғатқа сиян осындай технология жассақ, Қазақстанға пайдалы болады. Қазір ертең неге баруым керек Таразға. Таразда, мысалы, Таразда да қырғыздарға көп ақша беріп, үлкен дамба салып жатыр қазір. Қазақстанда қиыншылық қызық екен. Қазақстан қырғыздарға ақша беріп, мына жерде дамба салып жатыр. Үлкен бір дамба салып жатыр. Ол онша Қазақстанға зиян тигізеді. Одан гөрі үлкен дамба салмай, табиғатқа жасайтын нелер, мұны былай егер көріңіз, мұны егер бұлттар, жауын шашын келгенде көбісі тау жаққа кетеді ғой. Мысалы, қырғыздары тауға кетіп бара жатыр. Егер қазақ жақтан мынандай ағаш салсақ, мысалы, мына қырғыздардың тауы, қазақтардың, мысалы, Жамбыл жақ, Алматы, былай ағаш салсақ, сонда бұлттар, жауын шашын мұнда келіп тұрады. Мұнда келеді. Мына идеологиясы, егер біз ағаштарды дұрыс салсақ, бұлттар, жауын шашындар
уже ағашқа келіп тұрады. Мына ағаш деген өзі не анион, катион сияқты шақырады, тартады. Сол үшін бізде көбірек осындай жауын шашатын жерде ағаш салу керек, өсіру керек. Сонда нені шақырады нелерді, мысалы бұлттарды тартады, магнит сияқты. Сол как раз сол технология, мұны былай қарағанда, егер біз көбірек дұрыс салсақ, ағаштар, ылғалы жер болады, суды тартады дейді ғой, как раз суды тартады. Бізге сода ылғалы жер жасауымыз керек, топырақ ылғалы болу керек, жауын шашын сонда мұнда келіп тұрады. Мына осындай ойымыз, егер мысалы мынандай кебу жер болса, мынау кеуіп кетеді, уже ылғалыны нені шақырмайды, ауаны шақырмайды, тартпайды. Міне, осы ой, мысалы егер бұлай ағашты салып тұрсақ, өсірсек, өзі бұлттар өзі келіп тұрады. Мұнда циркуляция болады, сонда кімдерден, қырғыздардан шеке сұрамаймыз. Біз мына дамбы салып, нежде ағаш жоқ, жөнгешегі бәрде сумыда кетеді қырғыздарға, мұнда кебу жер болады. Кеуіп қалады, соңғы жаңбыр болмайды, бұлттар болмайды бізде. Сол үшін дұрыстап ағаш салу керек. Мына ой ғой, ағаштар жаңбыр жаудара деген мәселе ғой. Мына эвапотранспирация, топырақ ылғалы болу керек, үлкен ағаштар өсу керек, көбірек үлкен әжептер ағаш болу керек. Сонда мына эвапотранспирация болғанда, мына не сияқты болады? Анион, катион сияқты. Мысалы, шақырып, мына ылғалы болып тұрған, мысалы, катион сияқты болса, бұлай тартады онда. Мына осадка болады, роса сияқты болады таңертең соң. Мынандай ой. Содан кейін бізде аралды тамаша қыламыз, өсіреміз, бірдеңке жасаймыз деген. Содан кейін Африканың өзінде де осындай көп проекттер қате болып жатыр. Ол жерде бұлттар жоқ, мына жерде жүнді бұлттар жоқ, жауын шашын жоқ мұнда. Мұнда ағаш салсаң да, салпасаң да, бұлттар жоқ қой, жауын шашын онша жоқ. Сол как раз бізде мынау қате. Босқадан босқа ақшаның соры, босқадан ақша кетіп жатыр. Жаңа кім айтып жүрген, Майкл Кравчик айтып жүрген, мұны теориясы бізге былай жасау керек. Көріп тұрсың ба, мысалы, мұнда жауын шашын бар, бұлттар бар, ағашты мына жерден басау керек. Мысалы, мына жерден ағаш бар, мына жерде салу керек. Содан кейін ағаштар былай кете береді. Кете береді былай, содан кейін мына орыс жағынан, егер мына Урал бар, мына жерде ағаштар салса, былай кете берсе, ортаға кету керек, ортаға. Сонда мына бұлттар мынадан баса береді, көбейе береді, сонда мына неге аралға да су болады. Мында просто неге ағашты салсаң да, салмасаң да бұлттар жоқ қой мұнда. Сол үшін мынаған итеру үшін мына бұлттарды көбейту керек, былай кету керек. Сонда мында да су болады аралда. Сол как раз жаңа кім айтып жүргені, Майкл Кравчик айтып жүрген, міне сол ойы. Егер біз мынадан бастап, мына жерде әжептәуір не тоғай болып еді ғой баяғы кезде. Содан кейін несі кетті ғой бәрі тоғай. Как раз оны салу керек. Сонда мұнда кете береді. Мұнда тоғай көбейе береді, бұлай итере береміз. Сонда аралға да су пайдасы болады. Міне, көріп тұрсыздар ма? Бұлай сонда аралға су жиналады. Сол Майкл Кравчик айтып тұргені, сол теориясы, технологиясы сондай. Міне сіздермен жағы біз осындай публикацияны жасадық. Бұлай егер мысалы Балқашты қарашақ, бізде қайтадан қате болып жатыр. Мұнда тағы бір Алатау, Сингапур ма, бірдеңке тағы бір қала саламыз деп отыр ғой. Егер мұнда үлкен қала салса, ол оған Алматының қасында талай су сорады ғой. Ол как раз мына Илиді өлтіреді, суын сорады. Содан кейін су жетпейді, мұнда 70% су жетпейді Балқашқа. Содан кейін бітті, Балқаш 70% су кетеді, мынау кеуіп қалады. Сол үшін біз сіздермен жасап жүрген проекттеріміз Құртындай өзендерде 30% болса да су болсын деп. Мына теориямен, мына проектпен жасап жатырмыз. Осы теориямен міне. Осы как раз суды жинасақ, ағашты дұрыс салсақ, Құртындай өзендерде су кете береді, Балқашты көріп тұрсыздар ма? Егер кеуіп қалса, сол үшін көбірек ағаш салу керек. Қазақстанда айтып жүргеніміз үлкен қалалар пайдасы жоқ. Бізге кәдімгі жекеменшік үй болу керек. Бәр жерге осындай жекеменшік үй салу керек. Әр адам Бутан, Канада болсын, бала туғанда несін ағашты салады. Сол сияқты соларға қарап осындай көбірек ағаш салсақ, неге Қазақстанға, сонда өзіге пайдасы болады. Көп рахмет сізге. Міне, Майкл Кравчикпен егер Словакияға баратын адамдар бар болса, Словак қазақ ауыл колледждерін жасайын деп жатырмыз, Құдай бұйырса. Егер дуальный обучение жасақ, егер қызықсаңдар, соған қосылыңыз. Содан кейін
әйтпе тек қана көзмен көру керек қой. Сол Словакияға барып көру керек. Как раз мысалы жаңағы бір екі ай Қазақстанда оқып, мысалы бір айға Словакияға барып, өз көзімен көріп, түсініп, қалай мына словактар жасап жатқан жұмыстарын, сол пайдалы болады деп ой бар бізде. Ал көп рахмет сіздерге. Кешіріңіз, сұрақ қойса бола ма, саламатсыздар ма? Білмеймін, Сұрақ қойса бола ма, кешіріңіз? Кімде сұрақ көріңіз? Бола ма қазір? Графиктарыңыз қандай? Қазір ма, жоқ соңынан кейін ба? Соңынан талқылаймыз ба сұрақты? Өзіңіз Соңынан біле. талқылайық. Иә, қазір болса қайт. Иә. Қазір барлығын баяндамаларын тыңдап алайық. Жақсы, Жасаған рахмет. кезде сұрағыңызды сол кезде қоясыз. Жарайды, Рахмет Жанай Матайұлы. Рахмет. Сізге көп рахмет. Керемет жоба екен. Қазір сұрақтарыңыз болса, соңына дайындап отырсаңыздар. Келесі сөз кезегі ауыз суды тазарту қондырғылары тақырыбымен Сүлеймен Гүлшат Жұмаділқызына беріледі. Көксу политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы. Сіздер мен құрметті әріптестер, мен Көксу политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Сүлеймен Гүлшат Жұмаділқызы. Бүгінгі менің баяндамамның тақырыбы ауыз суды тазарту қондырғылары. Оның мақсаты мен міндеттері ауыз суды тазарту қондырғыларының жұмыс істеу принциптерін, негізгі кезеңдерін және заманауи технологиялардың маңызын терең түсіндіру. Суды тазартудың физикалық, химиялық, биологиялық әдістерінің айырмашылықтарын көрсету, ауыз су сапасының адам денсаулығына әсерін және дезинфекцияның рөлін ашу, экологиялық тепе-теңдікті сақтау үшін ағынды суларды тазартудың маңыздылығын дәлелдеу. Жаңашылдығы қаланы сапалы ауыз сумен жабдықтау мақсатында заманауи технологияларды қолданысқа енгізу. Енді өзен мен көлдерден жер астындағы су көздерін пайдалану мақсатында ең бірінші ауыз суды тазарту үшін су алу ғимаратымен танысып өтеміз. Бұл жерде цилиндрлі қабылдау қоры, тік насостар көтеру ғимараты арқылы су коагуляция және флокуляция қондырғысына барады. Судағы өте ұсақ көзге көрінбейтін лай бөлшектерін біріктіріп, оларды тұнбаға түсіруге дайындайтын химиялық процесс және коагуляция суға арнайы химиялық заттарды қосу арқылы жаңағы өте ұсақ майда бөлшектерді біріктіреді. Бізде кейінгі процессіміз коагуляциядан кейінгі су озондауға түседі. Арнайы қондырғыда электр заряды арқылы ауада оттегімен озон алынады. Озон газ күйінде су ағынына жіберіліп, инжектор немесе диффузор арқылы мұқият араласады. Келесі бізде озоннан кейінгі фильтрация кезеңі. Фильтрация дегеніміз осы озоннан кейінгі су әлі толық мөлдір болмауы мүмкін. Сондықтан бірнеше қабатты сүзгілерден белсендірілген көмір, құмнан өткізіледі. Одан кейінгі кезең бізде дезинфекция. Бұл ең маңызды кезең. Өйткені суда ауру тудыратын бактериялар мен вирустардан тазарту қажет. Ең бір дезинфекциялаудың кең тараған тәсілі ол хлорлау. Одан кейінгі тәсіл ультракүлгін сәулелену. Суды ультракүлгін лампалар арқылы жүргізу. Бұл физикалық залалсыздандыру болып табылады. Бұдан өткен су таза су резервуарына жиналады. Мына екінші суреттен көрсеңіздер болады. Ал үшінші суретте ауыз суды тазарту қондырғыларының жаңағы біз айтып өткен жалпы көрінісі. Бұл жерде фильтрация, озондау, коагуляция барлық көрсетіліп тұр. Одан кейін бізде мына төртінші суретте жалпы труба арқылы тазартылған су тұтынушыға жеткізіліп, одан шыққан кәріз суы өңдеуге жіберіліп тұр. Бесінші суретте тұрмыстық кәріз сулары, қалалық канализация жүйесі немесе құбырлар арқылы тазалау құрылғыларына түседі. Олар табиғи су көзіне төгілмес бұрын өңделеді. Енді біз канализация суын қалай өңдейміз? Оның қандай қондырғылары бар, соған тоқтала кетейік. Ең бірінші бізде бас ғимарат. Бас ғимарат дегеніміз кәріз ағымнан келіп түсетін ірі бөлшектерді ұстап қалуға арналған технологиялық
процесстер кешені болып табылады. Онда мына екінші суретте қарасаңыздар, бұрғылау насосы орналасқан. Үлкен дәндерден тұратын, үлкен қоқыстардан тұратын, жаңағы қоқыстарды ұстап қалатын, бұл айдайтын насос. Үшінші бізде сүзгі торлары, кәріздегі тонна қоқысты ұстап қалады. Төртінші, мына жерде бізде қоқыс оқшаулағыш труба орналасқан. Одан кейін бізде жаңағы бас ғимараттан кейінгі біздегі ғимарат қондырғымыз құмыстағыш. Құмыстағыш бұл механикалық тазарту кезеңі. Олар суда ауыр қоспалардан тазарту үшін ірілігі 0,02-0,25 мм жоғары минералды бөлшектерді ұстап қалу үшін қолданылады. Одан кейін құмыстағыштан кейінгі біздің суымыз бірінші тұндырғышқа келіп түседі. Бұл механикалық кезеңдегі шешуші кезең. Бұл кезеңде ластағыш заттардың 40-60% тұнбаға түседі. Одан кейін аэротенк. Одан кейін бізде аэротенктер суды табиғи өзендердегідей, бірақ миллион есе жылдамдатылған түрде тазартады. Бұл қондырғысыз заманауи қаланың ағын суын қауіпсіз деңгейге дейін тазарту мүмкін емес. Аэротенктен өткен су іс жүзінде барлық еріген ластаушы заттардан тазарады. Осы кезеңнен кейін су екінші реттік тұндырғышқа қайтадан барады. Енді екінші реттік тұндырғыш бізде соңғы тұндырғыш, мұның көріп отырғандарыңыздай бірінші суретте көрсетіліп тұр. Одан кейін тұндырғыштан кейін бізде қайтадан залалсыздандыруға жүреді. Соңғы залалсыздандырудан кейін біздің бүкіл канализациямыздың суы толықтай тазартылып, қайтадан мысалы труба арқылы өзен көлдерге жеткізіледі. Енді менің сіздерге осы қысқа нұсқа айтып өткенім, менің негізгі мақсатым осы ауыз суды қаланы жабдықтауда, канализацияны тазартуда, оқу үдерісін дамытуда видео ретінде анимациялық тұрғыда сіздерге көрсеткім келеді. Келесі. Рахмет, Гүлшат Жұмаділқызы. Енді видео көрсетесіз ба? Дауысыңыз онша шықпай тұр ғой. Дауыс жақсы естілмей тұр. Келесі бізде видеомызды анимациялық тұрғыда көрсету, жаңа мен қысқаша айтып өткенімді, мысалы, жаңағы презентацияда көрсетілген цилиндрлік қабылдағыш торлар арқылы тік насосы бар мынау көтеру ғимараты. Суды су қоймасынан алып, Алло, Алмасбек. бұл бізде коагуляция, коагуляция. Дауысыңыз жақсы естілмей жатыр. Естіліп тұр ма сіздерге? Естіліп тұр ма? Жай естіліп жатыр дауысыңыз. Естіліп тұр ма сіздерге? Жалғастыра беріңіз. Жай естіліп жатыр. Бұл енді коагуляция. Коагуляциядан кейінгі үлпектер түзілетін. Олар өте жеңіл суға шөкпейді, сондықтан оларды ірілету үшін суды баяу араластырады. Келесі тәсіл бізде коагуляция. Сіздерге естіліп тұр ма? Жай естіліп жатыр. Жай естіліп жатыр дауысыңыз.
келесі бізде озондау процесі, мынау жаңағы озондау процесі судағы еріген күйдегі темірді, марганецті, күкірт сутекті тотықтырады. Тотыққаннан кейін бұл металдар ерімейтін тұнбаға айналады. Оны кейін жай сүзгімен оңай ұстап қалуға болады. Озон қоюға төзімді бактериялар мен вирустарды жылдам жояды. Судың химиялық құрамын қауіпсіз деңгейге жеткізеді. Су оттегімен байып, балғын дәнге болады. Келесі бізде фильтрация. Фильтрацияны мен өткенде қысқа айтып өттім. Мына біздерде белсендірілген көмір және құм қабаттары. Осы қабатқа сіңу арқылы бізде су сүзгіден өтеді. Фильтрация қондырғысы. Фильтрациядан өткен су мына залалсыздандыру қондырғысына келіп тоқтады. Бұл жерде ультракүлгін сәулелері арқылы өтеді су. Бұл физикалық залалсыздандыру. Жалпы су тазарту қондырғысына келді, резервуарға жиналды. Бұдан шыққан су тұтынуға жіберілді. Мынау тұтынушыдан канализацияға кетті. Келесі жаңағы кәріз суларын тазарту жүйесіне келіп тоқтадық. Келесі бізде бас ғимарат. Мынау бас ғимаратымыз. Бұнда жаңа бомба насосы, қоқысты шығару, қоқысты сүзу қондырғылары орналасқан бас ғимаратта. Бас ғимараттан кейін қоқыстағыш қондырғысына келіп тоқтайды. Бұл тазарту жүйесі жаңағы ірілігі 0,2, 0,125 мм құмдарды, тастарды бұл жерде ұстап қалады. Бізде бірінші тұндыру шешуші кезең. Жаңағы ластағыш заттардың 40-60% тұнбаға түседі бұл кезеңде. Су тұнып жатыр, жаңағы 60% суымыз осы тұндырғыштан тазарады. Барлығы жерде көрсетілген бұл жерде. Судың қалай тұнуы. Одан кейін біз суымыз аэротенкке жіберіледі. Аэротенктер суды табиғи өзендердегідей миллион есе тазартады. Мынау аэротенк бізде. Екінші аэротенктен өткеннен кейін біздің суымыз екінші рет тұндырғышқа жеткізіледі. Екінші тұндыру қондырғысы. Міне су өте мөлдір болды мына жерде. Одан кейін бізде соңғы залалсыздандыру. Тағы бір залалсыздандырып, суымызды өзенге қайтадан жібереміз. Бұл суды тұтынушыға дейін жеткізіп, тұтынушыдан кәріз суларын тазартып, табиғатқа айналымға қайта жеткізеді. Бұл осы анимациялық тәсілдерді, осындай үдерістерді оқу процесіне қосу менің мақсатым. Жақсы, көп назарларыңызға көп рахмет сіздерге. Рахмет, Гүлшат Әділқызы. Өте керемет баяндама болды. Енді келесі баяндамамыз су қоймаларындағы көлдердегі станциялар мен бекеттерді ұйымдастыру тақырыбында Махамбетқалиева Назерке Серікқызы, Көксу политехникалық колледжінің өндірістік оқыту шеберіне берейік. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Көксу политехникалық колледжінің өндірістік оқыту шебері Махамбетқалиева Назерке Серікқызы. Бүгінгі баяндама тақырыбым су қоймалары мен көлдердегі станциялар мен бекеттерді ұйымдастыру. Сіздерге дауысым естіліп тұр ғой, Естіліп тұр, жақсы естіліп тұр, айта беріңіз. Экранға да көрініп тұр,
Көрініп тұр, иә. баяндама. Онда тақырыпқа көшсем, мақсаты су қоймаларында және көлдерде гидрологиялық, метеорологиялық және экологиялық бақылау жұмыстарын тиімді жүргізу үшін станциялар мен бекеттерді дұрыс орналастыру, олардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету, су деңгейін, сапасын, температурасын және басқа да көрсеткіштерін бақылау арқылы табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен қорғауды қамтамасыз ету. Баяндаманың өзектілігі қазіргі таңда су ресурстарын тиімді пайдалану, олардың сапасын сақтау және табиғи апаттардың алдын алу маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Су қоймаларында және көлдерде ұйымдастырылған станциялар мен бекеттер су деңгейінің өзгерісін, ластануын, климаттық әсерлерді дер кезінде анықтауға мүмкіндік береді. Бұл ауыл шаруашылығы, энергетика, балық шаруашылығы және халықты сумен қамтамасыз ету салалары үшін аса маңызды. Сондықтан мұндай нысандарды дұрыс ұйымдастыру экологиялық қауіпсіздік пен экономикалық тұрақтылықтың кепілі. Кіріспе, су ресурстарын басқарудың маңыздылығы, су тіршіліктің негізі, экономиканың тірегі және экожүйенің тұрақтылығының кепілі. Қазақстан үшін су ресурстарын тиімді басқару ұлттық дамудың стратегиялық бағыттарының бірі болып табылады. Елдің ауыл шаруашылығы, өнеркәсібі, энергетикасы және халықтың тіршілік қажеттіліктері тікелей су ресурстарына тәуелді. Стратегиялық маңызына келетін болсақ, су ресурстарын тиімді басқару елдің экономикалық және әлеуметтік дамуының іргетасы. Су тапшылығы жағдайында ресурстарды ұтымды пайдалану мемлекеттік саясаттың басым бағытына айналады. Қазақстандағы су ресурстарының шамамен 50% шетелден келетін трансшекаралық өзендерден түседі. Бұл суды бақылау мен есепке алуды одан әрі маңызды етеді. Су қоймалары мен көлдердің рөліне келетін болсақ, су қоймалары мен көлдер ірі су көздері ретінде ауыл шаруашылығын суару, ішетін сумен қамтамасыз ету, гидроэнергетика және балық шаруашылығы үшін маңызды. Қазақстанда Бұқтырма, Қапшағай, Шардара сияқты ірі су қоймалары бар. Олардың жай-күйін үздіксіз бақылау мемлекеттік міндет болып табылады. Станциялар мен бекеттердің шешуші рөлі. Су нысандарындағы станциялар мен бекеттер судың деңгейін, сапасын, ағынын және экологиялық жай-күйін бақылауға мүмкіндік береді. Олар деректер жинау, талдау және шешім қабылдау үшін негіз болады. Дәл осы инфрақұрылымсыз су ресурстарын ғылыми негізде бақылау мүмкін емес. Су нысандарындағы станциялар мен бекеттердің түрлері. Су қоймалары мен көлдерде орналасқан мониторинг инфрақұрылымы бірнеше негізгі түрге бөлінеді. Әрбір түрдің өзіндік міндеттері, жабдықталуы және жұмыс принциптері бар. Төменде негізгі 4 категория толық сипатталады. Яғни бірінші гидрологиялық бекеттерге келетін болсақ, ол су деңгейін, ағын шығынын, мұз жабындысын және басқа да гидрологиялық параметрлерді үздіксіз өлшейді. Бекеттер өзендерде, каналдарда және су қоймаларында орнатылады. Деректер автоматты немесе қолмен жиналып, орталықтандырылған жүйелерге беріледі. Қазақстанда 200-ден астам гидрологиялық бекет жұмыс істейді. Гидрометеорологиялық станциялар. Ол яғни су мен ауа райының өзара байланысын кешенді зерттейді. Жауын шашын, булану, жел, температура сияқты метеорологиялық көрсеткіштерді гидрологиялық деректермен бірге талдайды. Бұл станциялар су тасқындарын болжау, суару жоспарлау және климаттық зерттеулер үшін аса маңызды. Суды есепке алу пункттері. Яғни олар су тұтынуды бақылауға арналған аспаптар орнатылған пункттер. Өнеркәсіптік кәсіпорындар, суару жүйелері және коммуналдық шаруашылықтар су тұтынуды осы пункттер арқылы есепке алады. Экологиялық мониторинг станциялары. Судың сапасын бағалауға арналған арнайы станциялар. Судың химиялық, биологиялық және физикалық көрсеткіштерін зерттейді. Станциялар мен бекеттердің орналасу принциптері. Станциялар мен бекеттерді дұрыс орналастыру олардың тиімділігін анықтайтын негізгі фактор. Орналастыру кезінде бірнеше маңызды принциптерді басшылыққа алынуы тиіс. Бұл принциптер техникалық, экологиялық және заңнамалық талаптарды қамтиды. Яғни стратегиялық орналасу. Бекеттер су ағынының маңызды нүктелерінде, өзендердің тарылатын жерлерінде, су қоймаларының кіру және шығу нүктелерінде, су тұтыну орындарына жақын жерлерде орналастырылады.
Бұл деректердің өкілдік сипатын қамтамасыз етеді. Мысалы, ірі суару каналдарының басында бекет орнату бүкіл канал бойынша су шығынын бақылауға мүмкіндік береді. Техникалық талаптар. Әрбір станция сенімділік, өлшеу дәлдігі және қолжетімділік талаптарына сай болуы керек. Жабдықтардың климаттық жағдайларға төзімділігі, энергиямен қамтамасыз ету мүмкіндігі және деректерді беру жүйелерінің жұмыс істеуі міндетті шарттар болып табылады. Экологиялық қауіпсіздік. Станцияларды орналастыру кезінде қоршаған ортаға әсерін барынша азайту қажет. Құрылыс жұмыстары экожүйеге зиян келтірмеуі тиіс. Ал станцияның өз жұмысы ластану көзіне айналмауы керек. Әсіресе қорғалатын табиғи аумақтарда орналасқан нысандарға қатаң талаптар қойылады. Заңнамалық негізге келетін болсақ, Қазақстан Республикасының су кодексі, экологиялық кодекс және тиісті нормативтік құқықтық актілер станциялар мен бекеттерді орналастыруға, пайдалануға және жоюға қойылатын талаптарды реттейді. Заңнаманы сақтау міндетті шарт. Жалпы барлық жаңа станциялар мен бекеттер мемлекеттік экологиялық сараптамадан өтуі тиіс. Гидрологиялық және гидрометеорологиялық станциялар. Гидрологиялық және гидрометеорологиялық станциялардың негізгі мақсаты судың жай-күйін үздіксіз бақылау және деректер жинау. Олар су деңгейінің өзгеру динамикасын, ағын шығынын, судың температурасын, мұз жабындысының қалыңдығын және басқа да маңызды параметрлерді тіркейді. Гидрометеорологиялық станциялар сонымен қатар ауа райы көрсеткіштерін, жауын-шашын мөлшерін, булану қарқындылығын, жел бағыты мен жылдамдығын өлшейді. Гидрологиялық мониторинг 3 негізгі кезеңнен тұрады. Яғни деректерді жинау, оларды орталыққа беру және талдау негізінде болжам жасау. Бұл үздіксіз процесс су ресурстарын тиімді басқарудың негізін құрайды. Суды есепке алу аспаптарын орнату. Суды есепке алу аспаптарын дұрыс таңдау, монтаждау және пайдалану су ресурстарын тиімді басқарудың ажырамас бөлігі. Бұл аспаптар су тұтынуды нақты есепке алуға, ресурстарды ұтымды пайдалануға және тарифтерді әділетті есептеуге мүмкіндік береді. Аспап түрлері мен қолдану аймақтары, яғни механикалық есептегіштер, қарапайым, арзан және сенімді, шағын су тұтынушылары үшін қолайлы, пайдалану мерзімі 10-12 жыл. Ультрадыбыстық аспаптар, жоғары дәлдік, қысым жоғалтпайды. Ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар мен суару жүйелері үшін ұсынылады. Электромагниттік өлшегіштер, ластанған суларды өлшеуге жарамды, тазарту ғимараттары мен өнеркәсіптік ағынды сулар үшін тиімді. Радаралық аспаптар, жанаспайтын өлшеу әдісі, ашық арналар мен өзендерде су ағынын өлшеуге арналған. Экологиялық мониторинг станциялары. Экологиялық мониторинг станциялары су ресурстарының сапасын жүйелі түрде бақылайтын арнайы нысандар. Олардың жұмысы судың ластану деңгейін анықтауға, экожүйенің жай-күйін бағалауға және қоршаған ортаны қорғау шараларын негізделуге бағытталған. Қазақстанда экологиялық мониторинг жүйесі қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бақылауында жұмыс істейді. Химиялық көрсеткіштеріне келетін болсақ, судың химиялық құрамын зерттеу мониторингтің негізгі бағыты, яғни pH деңгейі, еріген оттегі мөлшері, ауыр металдар концентрациясы, яғни қорғасын сынап, кадмий, нитраттар мен фосфаттар деңгейі, мұнай өнімдерінің болуы жүйелі түрде тексеріледі. Бұл көрсеткіштер судың шаруашылық мақсатта пайдалануға жарамдылығын анықтайды. Физикалық көрсеткіштер, судың температурасы, бұлыңғырлығы, түсі, электр өткізгіштігі және радиациялық фон физикалық мониторинг аясында өлшенеді. Бұл параметрлер судың жалпы сапасы туралы алғашқы түсінік береді және химиялық талдаудың қажеттілігін анықтауға көмектеседі. Яғни маңызы мен нәтижелеріне келетін болсақ, мониторинг деректерінің негізінде су нысандарын пайдалануға шектеулер енгізілуі, ластану көздеріне айыппұл салынуы немесе тазарту шаралары қабылдануы мүмкін. Арал теңізінің экологиялық дағдарысы мониторинг жүйесінің маңыздылығын көрсететін ең айқын мысал. Транспорттық логистикалық орталықтармен байланысы. Су нысандарындағы бекеттер мен станциялар тек гидрологиялық
мониторингпен шектелмейді. Олар транспорттық, логистикалық инфрақұрылыммен де тығыз байланысты. Су жолдары арқылы жүк тасымалдау, су қоймаларындағы порттар мен причалдар, суару жүйелерінің логистикасы барлығы су нысандарындағы мониторинг деректеріне тәуелді. Бекеттердің логистикалық қолдауы, навигациялық қолдау, су деңгейі мен ағын жылдамдығы туралы деректер кемелердің қауіпсіз жүзуі үшін маңызды. Гидрологиялық бекеттер навигациялық карталарды жаңартуға негіз болады. Суару логистикасы. Суару жүйелерінде су бөлу кестесі нақты деректер негізінде жасалады. Есепке алу аспаптары әрбір тұтынушының су мөлшерін бақылауға мүмкіндік береді. Төтенше жағдайлардағы логистика. Су тасқыны немесе құрғақшылық кезінде бекеттердің деректері эвакуация жоспарлауына, ресурстарды бөлуге және апаттық логистикаға негіз болады. Қазақстандағы реттеушілік аспектілер. Су қоймалары мен көлдердегі станциялар мен бекеттерді ұйымдастыру, пайдалану және бақылау Қазақстан Республикасының кең нормативтік құқықтық базасымен реттеледі. Бұл заңнама су ресурстарын тұрақты пайдалануды, экологиялық қауіпсіздікті және мемлекеттік бақылауды қамтамасыз етеді. Су кодексі су ресурстарын пайдалану мен қорғаудың негізгі заңнамалық құжаты. Су нысандарындағы станциялар мен бекеттерді орналастыру, пайдалану және жою тәртібін, сондай-ақ су тұтынушылардың міндеттерін анықтайды. Су кодексінде мониторинг жүйесін ұйымдастыруға қатысты негізгі нормалар бекітілген. Үкіметтік қаулылар. Қазақстан Республикасының үкіметінің су ресурстарын басқару, мониторинг жүйелерін дамыту және су нысандарын қорғау бойынша қаулылары нақты іс-шаралар мен жауапкершілік механизмдерін белгілейді. Мемлекеттік бағдарламалар аясында станцияларды жаңғырту қаржыландырылады. Қорытындылай келе, тұрақты даму кепілі, су ресурстарын тиімді басқару, экономиканың, экологияның және әлеуметтік саланың тұрақты дамуының негізі, яғни станциялар мен бекеттер жүйесі осы дамуда деректермен қамтамасыз етеді. Халықаралық стандарттар, дүниежүзілік метеорологиялық ұйымның және басқа да халықаралық ұйымдардың стандарттарын енгізу Қазақстанның су мониторинг жүйесін әлемдік деңгейге сәйкестендіруге мүмкіндік береді. Су ресурстарын басқару тек бүгінгі күннің мәселесі ғана емес, болашақ ұрпақтың алдындағы жауапкершілік. Заманауи технологиялар, тиімді ұйымдастыру және халықаралық стандарттарды енгізу арқылы Қазақстан су ресурстарын сақтап, ұтымды пайдаланылады. Кадрлар даярлау, гидрология, экология және су ресурстарын басқару саласындағы мамандарды даярлау, жүйенің тиімді жұмыс істеуінің алғы шарты, озық тәжірибені меңгеру және халықаралық ынтымақтастық маңызы. Суды үнемдеу, болашақ ұрпаққа деген жауапкершілігіміз. Әрбір станция, әрбір бекет осы жауапкершіліктің нақты көрінісі. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Келесі баяндамашымыз Дүйсенова Райма Мақсетовна, Үшқоңыр су шаруашылығы колледжінің арнайы пән оқытушысы. Тақырыбы су шаруашылығы мамандықтары бойынша су тазарту технологияларын оқытудағы инновациялық әдістер. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгінгі тақырыбым су шаруашылығы мамандықтары бойынша су тазарту технологияларын оқытудағы инновациялық әдістер. Дауысым естіліп тұр ма, жақсы? Естіп тұр. Қазіргі уақытта су ресурстарын басқару ұлттық қауіпсіздік мәселесі. Су тазарту нысандары толық автоматтандырылған смарт water жүйелеріне көшуде. Сәйкесінше, болашақ инженер тек химиялық процестерді ғана емес, сонымен қатар IT автоматтандыру және SCADA жүйелерін терең меңгеруі тиіс. Smart water бұл заманауи цифрлық технологияларды, яғни load, big data, жасанды интеллектті пайдалана отырып, су ресурстарын басқарудың, тазартудың және бөлудің тиімділігін арттыруға арналған кешенді жүйе. Қарапайым тілмен айтқанда,
бұл су шаруашылығына ми орнату, яғни әрбір тамшы судың қайда, қалай жұмсалып жатқанын нақты уақыт режимінде бақылау. Су тазарту технологиялары Қазақстанда су ресурстарының тапшылығын болдырмауға мүмкіндік береді. Бүгінгі ұсынып отырған әдісім, яғни сабақта оқыту су шаруашылығы мамандарын, жаңағы студенттерімізді бірнеше әдістер арқылы судың қалай тазарту технологиясын үйретуіміз үшін бірнеше әдістерді ұсынамын. Ол біріншісі problem based learning, яғни мәселелік оқыту арқылы студенттерге нақты жаңағы өндірістік жағдай береміз. Мысалы, өзен суы лайлы, құрамында темір көп, қандай тазарту технологиясын таңдайсыз деген сияқты жаңағы мәселелік тапсырма беремізде, ал студент оғанға дейін теориялық білімінде, яғни суды тазартудың қандай түрлерін біледі, және де оны талдай алады ма? Мысалға, су тазарту жаңағы технологияларымыз бар ғой, биологиялық әдіс, физикалық, химиялық әдіс, және де физика-химиялық әдісіміз бар, иә? Сол технологияны дұрыс таңдауды үйренеді. Екінші бұл жаңағы әдісім зертханалық мини жобалар ұсынуға болады, hands-on learning дейді. Бұл жерде студент тек қана бақылаушы емес, яғни орындаушы болу керек. Мысалы, тапсырма беруге болады студентке, 3 түрлі тәжірибелік тапсырма беруге болады. Біріншісінде суды қалай тазалаймыз, яғни құм, көмір, қиыршық тас арқылы сүзгі жасау. Суретке көрсетіліп тұр мына жерде. Құм, қиыршық тас, және де бірінші этапта біріншісінде құм тұр, екіншісінде көмір тұр, және де үшінші де қиыршық тас тұр. Осы арқылы суды қалай тазалау процесін көрсетуге болады. Екінші, лай суды тұндыру тәжірибесі арқылы. Үшінші, коагуляция, яғни алюминий сульфатын қосу арқылы суды тазалау әдісін көрсетуге болады. Немесе жаңағы марш воронкасы бар ғой, сол арқылы да суды тазалау әдісін көрсетуге болады. Бұл жерде, яғни нәтижесінде бізде балада практикалық дағды дамиды, және де теория мен практиканың байланысы бір тығыз байланысты болады. Келесі, үшінші әдісіміз бұл виртуалды зертханалар және симуляция. Бұл жерде біз нақты қондырғы егерде жоқ болса, цифрлық модель қолдануға болады. Су тазарту процестерінің анимациялары мен онлайн симуляторлар арқылы фильтрация, тұндыру және әдістерін көрсетуге болады. Яғни студент виртуалды шындық көзілдірігін көзіне киеді, және де ол нақты зертханалық үстелдің алдында отырады. Суретте көрсетіліп тұр, қарап отырсаңыздар. Студенттің қолдары ауада қозғалып, виртуалды нысандарды басқарып жатқандай болады. Оның алдында үстелде ескі химиялық ыдыстар емес, заманауи планшет тұрады. Жоғарыдағы үлкен экранда VR көзілдірігінде су тазарту жүйесі көрсетіліп тұрады. Біз студенттің виртуалды нысанда дұрыс немесе дұрыс емес жұмыс жасап жатқанын көріп отырамыз. Яғни бұл заманауи және инновациялық әдіс болып табылады. Бұл әдіс қауіпсіз ортада тәжірибе және де күрделі процестерді визуалды түсіну, студентке виртуалды зертхананың оқу процесі қалай қызықты әрі тиімді екенін көрсетуге болады. Келесі төртінші әдісіміз project based learning, яғни жобалық оқыту. Студенттер толық жоба жасайды. Оған мысалы ретінде ауылға арналған шағын тазарту станциясының жобасын жаса деп тапсырма беруге болады. Жоба ішінде студент су көзі қайдан келеді, тазарту қандай кедергілері бар, қандай құрал жабдықтар қолданылатын және қандай экономикалық есеп жасау керек екенін біледі. Студент өз жобасын қорғау кезінде негізделген шешім қабылдауға, логикалық дәлелдер келтіруге және нақты мәселені шешуге машықтанады. Яғни ауылды таза сумен қамту. Бұл оның еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Және де өзін инженер, маман ретінде сезінеді десек те болады. Бесінші, бұл өндіріс интеграциясы, яғни ынтымақтастық немесе қазіргі уақыттағы дуалды оқыту деп те атасақ та болады. Бұл қалай іске асады десек, су тазарту станцияларына студенттерді апарамыз, және де мамандармен кездестіреміз, және де сол жердегі нақты судың тазарту жабдықтарын көзбен көреді. Нәтижесінде нағыз өмірді көреді, және де жұмысқа дайындығы жоғарылайды.
Қорыта айта кетсек, су шаруашылығы мамандықтарында су тазарту технологияларын оқыту тек теориялық біліммен берумен шектелмейтін, тәжірибеге бағытталған маңызды процесс. Қазіргі таңда инновациялық әдістерді қолдану арқылы білім беру сапасын арттыру уақыт талабы. Мәселелік оқыту, жобалық жұмыс, зертханалық тәжірибелер, цифрлық технологиялар мен дуалды оқыту элементтері студенттердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруда ерекше рөл атқарады. Осындай тәсілдер арқылы студенттер тек білім алып қана қоймай, нақты өндіріс жағдайларда дұрыс шешім қабылдай алатын, бәсекеге қабілетті маман ретінде қалыптасады. Сондықтан инновациялық әдістерді жүйелі түрде енгізу болашақ су шаруашылығы мамандарын даярлаудың тиімді жолы болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Райма Мақсетовна өте керемет, жақсы тәсілдерді көрсетіп бердіңіз. Келесі біздің баяндамашымыз Иманбердиева Жанар Темірхановна. Теміртау жоғары политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы. Тақырыбы Самарқанд су қоймасының гидроторабын басқару жүйесін цифрландыру негізінде жетілдіру. Жанар Темірхановна. Даусыңыз естілмей жатыр, Жанар Темірхановна. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Даусым естіліп тұр ма? Естіліп жатыр. Бүгінгі менің баяндамамның тақырыбы Самарқанд су қоймасының гидроторабын басқару жүйесінің цифрландыру негізінде жетілдіру. Қазіргі таңда климаттың өзгеруі, су тапшылығы және техногендік қауіптердің артуы гидротехникалық құрылымдарды басқаруға жаңа талаптар қойып отыр. Су қоймаларының қауіпсіздігі мен тиімді жұмыс істеу тікелей басқару жүйесінің сапасына байланысты. Зерттеу нысаны ретінде Самарқанд су қоймасының гидроторабы алынды. Бүгінгі күні аталған нысанда басқару процестерінің бірқатар бөлігі дәстүрлі тәсілдерге негізделді. Бұл кезеңде жедел шешім қабылдауды қиындатады. Сондай-ақ нақты уақыт режимінде бақылау жүргізуге мүмкіндік бермейді. Осыған байланысты зерттеудің негізгі мақсаты гидроторапты басқару жүйесін цифрландыру арқылы оның тиімділігін арттыру болып табылады. Аталған мақсаттарға жету үшін келесідей міндеттер қойылды. Гидротораптың қазіргі жағдайын талдау, заманауи цифрлық технологияларды зерттеу, басқару жүйесін автоматтандыру жолдарын ұсыну және олардың тиімділігін негіздеу. Зерттеу мақсаты мен міндеттері, яғни Самарқанд су қоймасының гидроторабын басқару жүйесін цифрлық технологиялар негізінде жетілдіру арқылы оның тиімділігін арттыру. Негізгі міндеттері келесідей, ол қолданыстағы басқару жүйесін талдау жасау, цифрландыру элементтерін енгізу мүмкіндіктерін анықтау, автоматтандырылған басқару жүйесін зерттеу. Бұл жерде Самарқанд су қоймасының тарихы мен сипаттамасын келтірдім. Одан кейін Теміртау қаласы үшін маңыздылығын жаңағы стратегиялық нысан болғандықтан ол өте маңызды. Цифрландыру басқаруды жаңғыртудың кілті екенін атап өткім келіп жатыр. Бұл жерде
біз үшін тәжірибелік мысал ол Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Қызылағаш су қоймасы пилоттық жобасы сияқты ірі бастамалар цифрландырудың артықшылықтарын көрсетті. СКАДА енгізу программасын, сенсорлық желілер мен автоматтандырылған бақылау жүйелері су ресурстарын басқаруда тиімділікті айтарлықтай жақсартады. Ұсынылып отырған цифрлық басқару жүйесі келесі компоненттерді қамтиды. Датчиктер мен сенсорлар жүйесі су деңгейі, қысым, температура сияқты көрсеткіштерді үздіксіз бақылау. СКАДА жүйесі арқылы барлық процестерді орталықтандырылған басқару және деректерді талдау платформасы, үлкен деректерді өңдеу және болжам жасау. Келесі ол автоматтандырылған басқару алгоритмдері, адам қатысуын азайту. Цифрландырудың негізгі компоненттері ол су деңгейі сенсорлары, ағыс және көлем өлшеу, су сапасын қадағалау. СКАДА программасы және аналитика бұл операциялық артықшылықтар, яғни ақылды монитормен басқару пультінің рөлін атқаратын өндірістік датчиктер мен компьютерлерді байланыстыратын бағдарлама. Және қандай қызмет атқарат туралы, СКАДА программасы қандай қызмет атқаратын туралы мен жаңағы мәлімет беріп отырмын. Яғни бұл жерде деректерді жинау, деректерді өңдеу, қашықтықтан басқару және архивтеу. Процесс диаграммасы бақылаудан басқаруға дейін негізгі қадамдар. Енді бұл жобаның инновациялық ерекшеліктері нақты уақыт режимдерін басқару, жасанды интеллект элементтерін қолдану, апаттардың алдын алу жүйесінің енгізілуі, ресурстарды тиімді жоспарлау мүмкіндігі. Бұл шешімдер дәстүрлі басқару тәсілдерінен айтарлықтай артықшылық береді. Және Самарқанд су қоймасының гидроторабын басқарудың автоматтандырылған жүйесінің техникалық сипаттамасын келтіріп жатырмын. Бұл негізі жобаны біз екі кафедра, құрылыс пәндері кафедрасы мен автоматтандыру және басқару кафедрасымен бірігіп, осындай үлкен ғылыми жобаны басталғалы отырмыз. Бұл жобаның практикалық маңыздылығы бірінші ол су ресурстарын тиімді пайдалану қамтамасыз етіледі, энергетикалық шығындар азаяды, апаттық жағдайлар тәуекелі төмендейді, қызмет көрсету шығындары қысқарады және экологиялық қауіпсіздік артады. Самарқанд су қоймасының гидроторабын басқару жүйесін цифрландыру заман талабына сай тиімді шешім. Бұл жоба су шаруашылығы саласын дамытуға, ресурстарды ұтымды пайдалануға және қауіпсіздікті арттыруға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет. Рахмет Жанар Темірханымна. Үлкен жоба екен, керемет жоба. Сіздерге сәттілік тілейміз. Келесі біздің баяндамашымыз Нұрахан Нұраков Давид Акрамович, Үшқоңыр су шаруашылығы колледжінің арнайы пән оқытушысы. Тақырыбы ауыл шаруашылығында төгінді суды қолдану тиімділігін бағалау. Саламатсыздар ма? Әріптестер, дауыс естіліп тұр ма? Мен тақырыбым бүгінгі ауыл шаруашылығында төгінді суды қолдану тиімділігін бағалау. Бұл жерден біз барлығымыз су туралы айтып отырмыз, жаңағы былай пайдалану керек, тазалау керек. Ең негізгі бізде енді суды тиімді пайдалану болып тұр ма мақсат? Менің айтайын деген осы тиімді пайдалану үшін бізге қосымша ресурстарды пайдалану керек сияқты, осы төгінді суларды әсіресе қаладан
шыққан мысалы қалдық суларды мысалы ауылға егін шаруашылығы болсын, басқа да мысалы қаладағы көгалдарды суғаруға мысалы қаншама таза ауыз сулар кетіп жатыр. Мысалы көзбен көруге болады, мысалы қалада, Алматыда мысалға күнде көреміз оны. Және де көлік жуу орындарында қаншама сулар кетіп жатыр, ол қайтадан қайтып жатыр ма, қайтпай жатыр ма, оны ешкім бақылап отырған жоқ. Қазір енді заң жүзінде айтылады, енді бақыланады деп. Менің ойымша осы суларды әсіресе сорбұлақ бізде екен, Алматының айналасында орналасқан төгінді суды жинау қоймасы ғой, былай айтқанда. Миллиардтаған куб су жиналады екен ол жерде. Ол күнделікті қосылатын су бар тағы да, ол барып мысалға ілеге қосылады, іледен ары қарай тағы да су ластап, оны біз тиімді жағына пайдалансақ егер, менің ойымша неден сорбұлаққа дейін бір су ұстау резервуарларын салу керек сияқты. Сол жерден суды мысалы сапасына қарай бөліп, қажетті таза сулар болса, мысалы жаңағы таза суларды құрамына қарай көшені суландыруға, мысалы жаздың күнде көшені жуады ғой, соған көлік жууға және жасыл желектерді, гүлдерді суаруға пайдалануға әбден болады. Мысалы қаншама суды үнемдеуге болады. Және де мысалға сол суларды бөлу арқылы мысалы жер астында жаңа Матайұлы айтып өтті ғой, жаңа жаңбырдың, қардың суларын жерге жіберу арқылы тазалау. Ал бізде төгінді суды да солай жіберіп тазалауға болады мысалы. Бірақ ол үшін бізде судың бағытын білуіміз керек. Ол су, төгінді су жерге кіргеннен кейін ол таза құдықтарға бара жатыр ма, мысалы тұтынатын суларға бара жатыр ма, оның бағытын, бағдарын бәрін білуіміз керек. Сол үшін бізде мысалы мына Едигон компаниясымен бірігіп алған бір неміз бар құрылғымыз. Топырақтың әр жерінен қазылып алынып, тексеріледі судың қандай су сіңіргіштігін топырақта құрамына қарай. Алматы облысының байқадық енді, осы бұрында диплом жұмыстарымызда да осындай болды, төгінді суларды басқару, қалай оны қалпына келтіруге болады, сүзуден қалай өткізуге болады деген сияқты тақырыптар болған. Сол жерлерде мысалы Алматы мысалға биік таудың айналасында орналасқан етегінде. Сорбұлақ мысалға солтүстік жақта су енді өздігінен төмен қарай ешқандай энергияны шығындамай-ақ сорбұлаққа барады мысалға. Ал енді бұл суларды қалай бөлеміз тазалығына қарай? Қалада мысалға неше түрлі өнеркәсіптер бар. Неге өнеркәсіптер мысалға күндіз төкпейді суды, түнде төгеді? Өйткені олардың суының құрамын ешкім тексере алмайды, бақылай алмайды. Ол жерде неше түрлі химикаттар бар. Ал енді соны тексеретін біз жасанды интеллект арқылы бір құрылғылар қойсақ, мысалы әр заводтың су шығаратын бөліктеріне, канализацияларына деген сияқты. Егер оның құрамы артық тұрса, мысалға таза судан пайдалануға жарамайтындай болса, мысалы блоктау арқылы оларға ескерту жасау деген сияқты жағдайларды жасап болады мысалға. Және де осы мына жерде біздің жаңағы Едигон компаниясынан алған құрылғымыз, бұл жерде енді әр судың деңгейіне қарай, су сіңіргіштігіне қарай топырақтың деңгейлерін анықтап береді бізге. Осы арқылы анықтасақ болады. Мен тағы да айтатын нәрсеміз көп еді. Сұрақтарыңыз болса ары қарай жауап берсек болады. Рахмет, назар салқындау. Рахмет, Хамит Акрамович. Енді барлық баяндамашыларымыз өздерінің баяндамаларын аяқтады. Сұрақтарыңыз болатын болса, талқылауға уақытымыз бар. Сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Рұқсат болса. Менің дауысым естіліп тұр ма сіздерге? Естіліп тұр, естіліп тұр. Естіліп тұрса, мені жаңа әріптестер айтып жатыр екен, мүлде дауысыңызды естімедік, ешқандай баяндамаңыздан ештеңе естімедік деп жаңа жазып жатыр екен. Егер сіздер қайта көрсет десеңіздер, мен қайта көрсетем. Рахмет. Жоқ бізге естілді. Бізге де жақсы. Жай ғана дауысыңыз естіліп тұрды, бірақ біз анимациядан барлығын түсініп көріп отырдық. Жалпы оны сөзбен айтудың да анимацияның қажеті жоқ, өйткені
жаңағы жерде барлығы видеода судың қалай келіп жатқаны, суды қалай тазартып жатырғаны барлығы видеода көрініп тұрды. Оны қайтадан айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Барлығы түсінікті болды. Рахмет сізге. Теміртау колледжіне сұрақ бар еді негізі. Теміртау политехникалық колледж. Жанар Темірхановнаға ма? Иә. Жаңағы қоя беріңіз. су тораптарын автоматтандыру деп айтып жатты ғой сол жерге, мысалға компьютермен ашықтан басқару деген сияқты. Сол жерде мысалы анау киберқауіпсіздік деген қалай басқарылады екен, ол жерде мысалы неше түрлі жағдай бар ғой, мысалы біреу арқылы біреу телефонына кіріп басқарады, басқа мысалға неше түрлі хакерлер бар деген сияқты. Ал сондай жағдайда ол суды қалай басқарады екен, ол жағы қарастырылған ба, жаңағы жобалап жатырмыз деп айтып тұр енді. Өйткені суда бір қауіп қой бізге. Жанар Темірхановна, сұрақты түсіндіңіз бе? Сізге естіліп тұр ма? Жаңа суды басқаруда сіз жедел басқару деген әдіс тәсілдерін айтып кеттіңіз дейді. Соны қалай басқарылады екен? Сұрақ маған ба? Жанар Темірхановна. Жанар Темірхановна, жарайды. Жанар Темірхановна. Жарайды. Алдында айтылған виртуальный зертхана туралы. Сол виртуальный лабораторияны жасағанда студенттер, олар енді практика емес, виртуальный қарайды ғой. Соны виртуальный лабораторияның программасын, оборудованиясын бәрі бар ма? Вообще списокте, техспецификациясы Қазақстанда қолдануға бола ма? Программа бар ма? Уже сондай тәсілдерімен жұмыс жасап жатыр ма? Сол вопросқа жауап берсе. Бұл Райма Мақсетовна сізге ғой деймін. Жаңа сіз әдіс тәсілдерін көрсетіп кеттіңіз ғой. Сол әдіс тәсілдер сіздерде қолданыла ма деп жатыр. Жоқ, бізде ондай қолданылмайды. Тақырыбым инновациялық әдістерді пайдалану дегенде, қазіргі уақытта осындай инновациялық әдісті пайдалануға болады деп түсініп жатырмын. Ол негізі басқа мемлекеттерде бар ғой. Просто біз өзімізде Жақсы. Болашақта бізде де осындай әдіс тәсілдер қолданылса деген өз ойын ортаға салып отыр деп ойлаймын. Буранов Серик, город Атырау, эксперт по водосбережению. Енді мына өтініш презентацияларын сразу лақтырып жіберсеңіз, мен папка ашып қойдым, тек қана Жанай мырзаның презентациясы бар. Соларды қазір дублировать етіп жіберсеңіз болды ғой. Қазір чатқа тастаймыз барлық презентацияны. Рахмет сізге сұрағыңызға. Сіздерге де рахмет. Жанар Темірхановна, дайынсыз ба жаңа сұраққа жауап беруге? Ол кісі естімей отыра деймін, дауысы. Қоя беріңіздер сұрақтарыңызды. Қаласы Итота Әбдікәрім атындағы Қызылорда жоғары техникалық колледжінен су гидромелиорация және ауыл шаруашылығын механикаландыру әдістемелік бірлестігіне қатысып отырмыз. Үлкен залы бойынша. Өте жақсы. Біз сұрақты ең соңғы қорғаған Ғабит Акрамұлына көргіміз келген еді. Қазір сіздердің колледждеріңізде SIT жүйесіндегі оқыту процесі бар ма? Сіздер қазір білім алушыларға осы жүйені оқытасыздар ма? Осы программа арқылы білім алушыларға белгілі бір тәжірибені жасап жатсыздар ма? Оқытып. Ғабит Акрамович, сізге сұрақ. Дауыс естілген жоқ. Дауысыңыз естілмеді. Қайталайсыз ба? SIT жүйесі бойынша білім алушылар қолданып жатыр ма? Естілді ма? Аңдырып бітірмесін кетіп, WhatsApp-та жазып жібере ма сұрақты? Содан қарап жауап берейін. WhatsApp-қа жазып жіберіңізші дейді, естімей жатыр. Бір жүйені айтып отыр. Сондай жүйеменен сіздің колледждеріңізде білім алына ма деп жатыр. Сіз WhatsApp-қа жазып жіберсеңізші, қандай жүйені айтқаныңыз түсініксіздеу болып жатыр. Саламатсыз ба, естіп тұр ма енді? Естіп тұр.
Сіздердің колледждеріңізде SID жүйесі бойынша білім алушыларға оқытып жатсыздар ма? Осы программаны қолдану арқылы. Қондырғылар келіп жатыр ғой, сондықтан енді қолға алып, балаларды үйретіп, енді әлде бір неден өткізіп жатырмыз, сынақтардан. Алла қаласа енді болашақта енді осы жаңа қондырғылармен соның барлығын қолға аламыз деп отырмыз. Рахмет. Тағы сұрақтар бар ма? Жанай Матайұлы сұрақ қояйық. Қойыңыз. Жаңа жаңбыр, қардың суларын жердің астына жіберу арқылы тазалау деді. Соның бағытын қалай анықтайды екен ол кісілер жақтан, мысалы шетелде кісілер. Ол су қай жерден қазып шығарады, одан кейін ол су қалай жиналады деген сұрақ қойып. Ол неше түрлі технология бар, мар дейді, менен шакпапар жер жүзінде бәр жерде жиналады. Неше түрлі су болады ғой. Мысалы, Жапон болса, несі қаланың қасында жинайды. Соң Канада болса, әр ауылда, мысалы, кампус, университет болады ғой. Университеттің қасында бізде бәрі тығысып бір жерге қалаға тығып тұрады ғой. Шетелде бәрі де мол жер тұрады. Бір жерге тығылып тұрмайды. Сол әр кампуста, мысалы, Виннипег болсын, тура ана үлкен кампус болады. Соның қасында ана несі шөп өсіретін теплицалы бірдеңке бар, топографиясын қарайды. Айырмашылығы 10 сантиметр болса да, айырмашылығы қарап тұрады. Бізде жөнді топография жоқ. Как раз сол әр ауылда, мысалы, мен тұратын үйде, мысалы, Тоғайда тұрам, тура үйдің қасында, сонда не бар, пруд бар. Соған Қорытындай өзендерге нелерде қар жинаймын. Қарды, соңген жаңбырды ішем, былай айтқандай. Қыстай қарды жинаймын, тура үйдің қасында. Соңген ол сіңеді. Насосым бар, соны сорып отырам. Сода үйде бұндай циркуляция болады. Көбісі бәрі де жекеменшікте тұрады. Бізде неге пәтерге қарап қалды. Бәрі де ақш болсын, Канада болсын, бәрі де жекеменшікте тұрам дейді. Неге пәтерге тұрғысы келмейді адамдар. Бәрі пәтерден қашады. Бізде ауылды ит қылып жатыр қазір. Ауылдан неге қалаға итеріп жатыр бәрі. Қалаға келіңдер деп. Сол әр үйде сол жекеменшік. Қазақстан жер жетіп отыр ғой, соны таңғаламын мен. Неге сол әр үйде, соңғы ауыл жердегі, мысалы, ауыл жерде әр ауылда Қорытындай несі қар жинайтын несі болу керек. Жер бол. Біз проект жасағанбыз, Тереза деген проект немістермен. Ана Талдыкөл болған, Құдайдың берген несі жері бар. Сол как раз сол жерде жинамай ма екен? Соны өлтіріп, сындырып, Талдыкөлді сындырып тастады ғой бәрінде. Сол жерге Талдыкөлге қарды ертіп, сол жерге жинауға жері бар деп. Оны құртып, шетелде былай қарағанда жолды былай перпендикулярын жасамайды. Былай тұрғанда Испания болсын, Португалия былай несін ажептер суға тимей жасайды жолдар. Мысалы, бізде суды құртып бетонға салады. Одан көрі бетонға неге салмай, сыйлау керек, соң жердің беті гидрогеологияны жақсы оқу керек. Бізде гидрогеолог бір-біріне жолдас емес, бір-бірін танымайды. Жолдас болу керек, бір семья болу керек, мысалы, гидрология, гидрогеология бірде болу керек. Соң кейін несін классификация жасағанда су деген неше түрлі су болады ғой, неше түрлі минерализация болады. Мысалы, сарыағаш су, Боржоми сияқты неше түрлі су болады. Соны как раз адам сияқты бірақ адам болмайды ғой, неше түрлі адам болады. Сол сияқты су да сондай мәселе. Әр суда, мысалы, бір жерде мынандай су болады, осындай минерализация. Құрамдары разный. Бәр жерде сосын жақсы классификация жасау керек. Сосын бәрін ашу керек. Бізде гидрогеологияны жауып тастаған. Былай жауып кішкімге көрсетпеймін деп. Ол көрсету керек. Әйтпесе нелер жердің астағы сорып жатқан мұнай, газ, Қазатомпром құртып жатыр жердің астағы. Не болып жатыр, қандай су, қалай несін, Ақтөбені қарасаң, қытайлар ұрып жатыр суды. Ұрып, содан кейін құртып жатыр жердің астағы. Ақтөбеде өте тамаша су, соны құртып жатыр. Бірақ ешкімге кіре алмайды ол.
біздің де мұнай газ біздің жерім, ешкімге кіргізбейді оны. Одан кейін соны көрсету керек, бәрін ашу керек. Сонда адамдар біледі, қандай су бар, не бар. Су мәселелерін бәрін ашу керек, адамдар білу керек. Әйтпесе ауыл жерде тұрады, білмейді, ана көрші жерде бірдеңе сорып жатыр, етіп жатыр, жердің астында не болып жатыр, білмейді ешкім. Сол үшін мәселе сода. Нені гидрогеологияны ашу керек, жердің астын бәрін білу керек. Екіншісі топографияны жасау керек. Топография суды жинағанда, ана гидрогеологиясын қарағанда қандай жер болады. Егер құртып жіберген жер болса, уже құртып жіберген несі жаман, зиян уже. Ол жерге жинауға болмайды. Әйтпесе жинасаң су құрып кетеді. Таза гидрологиясын қарау керек, таза жерді, содан кейін жаңағы топографиясын қарап, сол жерге, таза жерге қарды жинап, қар ереді, соны таза жерге сұң керек. Соны жақсы гидрогеология болу керек. Соны ашу керек бәрі информацияны. Жанай мырза, бір сұрақ. Вот бір сұрағым бар еді. Вот в частной зоне, да, маленькие пруды испарения, значит, делают, да, они сборы. Вот частный сектор. Частный сектор. Бәрі жерде. Менде де частный не ғой? Құртыдай өзен, қарды жинайсың, жаңбырды жинайсың, сондай стимул жасау керек бізде. Сол үшін для аккумуляции воды. Аккумуляция. Сондай стимул жасау керек. Әр адамға бәр жерде Қазақстанда әр адам өз қарын жинау керек, жаңбырын жинау, сол қардың ерін соны шу керек. Мен дополнительно представляю визуализация. Қазақстан жерін әр областы зонировать етіп, жаңағы гидрология, гидрохимиясын, гидрогеологиясын карта уже. Каждый министерский, в общем, профильная организация біліп отырады, карта шығару керек жер астының, какое содержание химическое, физическое свойство почвы. И если будет такая карта по зонам уже, по областям, уже біліп отырамыз, да, қай жерден қай жерге суды перегнать, қарды қай жаққа шығарып тастауға, где хороший будущее, как говорится, аккумуляция воды можно будет сделать. Карту надо делать. Дұрыс айтасыз, топография, гидрология, гидрохимия. И уже карта болады, да, карта бассейновая инспекцияда біліп отырады, мына жиналған суды, мына қарды былай қарай шығарып тастау керек. Идея очень хорошая. Дұрыс айтасыз, Серік, ол бір база болу керек. Әйтпесе суперкомпьютер, мысалы, министерство, суд министерство өзінше, содан кейін өзінше, ғылыми министерство өзінше, әр министерство өз базасын жасайды. Ол талай ақша кетіп жатыр, 10 шақты база жасап жатыр, одан кейін бір база жасау керек. Бір база, жер деген бірдей ғой, бір гидрология, содан кейін ана мұнай газ компания өз базасын жасайды. Былай отырады, ешкімге бермейді информация. Соны ашу керек. Ашу заң болу керек. Егер мұнай газ, оларда бәрде бар информация. Соларға айту керек, саған лицензия бермейміз. Егер ана информацияны ашпасаң, бермейміз деп. Сол лицензия бермеу керек. Содан кейін олар ана Шлюмберг, Халибертон болсын, оларда информация бәрде бар. Соны ашу керек. Әйтпесе қайтадан ана су министерство қайтадан талай ақша салып жатыр. Мұнай газдың несі базалар мықты, оларда бай. Оларда бәр Қазақстан біледі. Полностью бәрде бар олда. Соны ашу керек бізге. Сонда ақша кетпейді, босқадан босқа ақша кетіп жатыр қазір. Алдында біз сізбенен бірге бір проект жібердік қой, на утверждение поправки Конституции по правам воды. Правовой части сол енгізілді ма, енгізілген жоқ. Жоқ, мәселе сода, ана министерство бірге болу керек. Сол бәрде, әр министерство, мен кеше сөйлескен мына саммитті. Әр министерство өзінше отырады, жаңағы гидрогеологиясы өзінше отырады. Ана ирригация өзінше. Әр министерство өзінше базаны бәрде қайтадан жасайды. Сол талай ақша босқадан босқа кетіп жатыр. А ГЭФ-тан кісілер болды ма, глобальный экологический фондтан? Білмеймін, оны үлгерген жоқпын қарағанда. Өте көп адам болды. Өз жұмыстарын жүріп шатасып кетті. Жақсы, рахмет, Жанай Матайұлы. Рахмет сізге. Жанай мырза, сізге арай сұрақ. Жаңа сіз түсіндірген проект бар ғой, докладта. Сол проекті қазір активны ма, жұмыс жасап тұрған проекті ма деп сұрайын деп. Бізде ПЦФ бар, $1 миллион, $530 миллион қазақ ғылыми, соны істеп жатырмыз біз активный. Бір жыл қалды, қанша, бір-екі жыл істеп жатырмыз. Бір жыл қалды, соны тағы 2-3 проектті бергенбіз.
Содан кейін Құдай бұйырса Словакиямен істейміз. Сонда жаздық. Содан кейін ана саммитте айтқанда Nature Base деген кімдер Европалар 1,5 миллион евроға дайындап жатыр ғой. Соған егер кірсеңдер, сондай проекттер жасауға болады. Әжептәуір жаңа айтып жүрген неде сондай әжептәуір проекттер соған қызығып жатыр. Жер жүзі соған табиғатқа лайық сондай нелер сұрас болып жатыр соған. Өйткені бізде Қызылорда өңірі жаңа сіздің докладыңызда көптеген ақпараттар алдық. Мысал ретінде сіздің проекттеріңізде Қызылорда өңірінде, именно Арал өңірінде айтсақ, кешегі сәуірде болған, жақында болған үлкен экологиялық саммитте осы мәселені өте ерекше көтерді ғой. Осы алдағы уақытта осы өңірдегі мамандарды қоссақ, әртүрлі ғалымдар, докторанттар, магистранттар, немесе мүмкіндік болатса, біздің колледждің білім алушыларын қоссаңыздар, осы проектке жасауына, атсалысуына, біз осыған жақсы ниет білдіреміз, соны айтайын деймін. Өте дұрыс, қосылық. Етейік. Ертең мен Таразға барам, сол жақтан да жаңа университетпен ақылдасамыз сол туралы. Қосылайық, бірге жасайық. Әйтпесе Қазақстан қиыншылығы қарсы сол бәрі бөлісіп кеткен, бірге жасау керек жұмыстарды. Әйтпесе бірігілік жасау керек. Етейік. Жақсы, рахмет бәріңізде. Тағы да сұрақтар бар ма? Сұрағымен ұсыныс айтып бола ма? Айтыңыз. Абжамилқызы, барлығымыз бір су саласы мамандарымыз, осы арада семинарға, семинарға барлық қатысып жатқан су саласы мамандары. Бірақ бұл семинардың болатын біз бүгін ғана білдік. Мүмкіндік болса, алдағы уақытта бізге де айтсаңыздар, хабарлассаңыздар, біздің де колледждің оқытушылары, немесе басшылық құрамдары доклад жасауға дайын осы бойынша. Өйткені барлығымыз тәжірибемен алмасып, кәсіби байланыс орнатуға мүмкіндік болса, осыны бір ұсыныс ретінде айтып қойып жатқан еді. Өйткені бізде алдында семинарға қатыстық, қателеспесем, декабрь или ноябрь айында болды, қателеспесем. Сол кезде де біз тек қана қатысушы ретінде ғана болған еді. Бұлай доклад жасап, өз ойымызды, тәжірибемізді бөліспеген едік. Алдағы уақытта ұйымдастырып жатсақ, осы енді сіздер гидротехника құрылыс жаңа су жабдықтау мамандықтарының умосы екенсіздер. Егер де осының ішіне біздің умоны қоссаңыздар, нұр үстіне нұр болар деп, нұр болатын еді. Керемет. Жақсы, ұсынысыңызға рахмет. Біз өзіміз осы екі мамандық болғаннан кейін, осы екі мамандықтың оқу әдістемелік бірлестігі болғаннан кейін, тек біз осы бағытта ғана профиліміз біздің құрылыс саласында профиль ғой, сондықтан да біз тек осы бағытта ғана өткізіп отырмыз, өзіміздің жоспарымыз бойынша. Бұл жоспарды да біз сол жыл басында жасап қойғанбыз. Сондықтан да енді ұсынысыңыз орынды. Барлығы бір су саласы мамандықтары ғой. Бізде осы 3 мамандықтың 3-еуі де біздің колледжде оқытылады. Бізге де ол бөтен мамандық емес, гидромелиорация. Сондықтан да ұсынысыңызды қабылдаймыз. Келесі жылға жоспар жасағанда мүмкін бірігіп, ойласа отырып жасармыз. Рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Егер сұрақтарыңыз жоқ болса, онда бүгінгі республикалық онлайн семинарымызды аяқтасақ, бүгінгі баяндама жасап, өз ойларын білдіріп, тәжірибелермен алмасқан барлық біздің оқытушыларымызға, Жанай Матайұлы, сізге де рахмет айтқым келеді. Көксу политехникалық колледжінің ұйымдастырған осы республика онлайн семинары өте жоғары деңгейде жақсы пікірталаспен өтті деп ойлаймын. Сіздердің барлықтарыңызға үлкен рахмет. Бүгінгі баяндама жасаған барлық оқытушыларымыздың барлығына сертификат беріледі. Оқу әдістемелік бірлестігіменен Талап коммерциялық емес акционерлік қоғамының бірлесіп жасаған сертификаты сіздерге беріледі. Кейін оның ссылкасын өздеріңізге жібереміз. Сол ссылкадан өздеріңіз сертификаттарыңызды алсаңыздар болады. Сіздерге алдағы уақытта еңбектеріңізде жетістігіміз, әрқашанда осындай бір-бірімізді қолдап, бір-біріміздің озық тәжірибелерімізді бір-бірімізбен бөлісіп жүруді Аллам нәсіп етсін. Сіздердің барлықтарыңызға үлкен рахметімді айтқым келеді. Рахмет. Сау болыңыздар. Презентация, не забудьте презентацию. Рахмет сіздерге.
белсене қатысқандарыңыз